Тадж Махалдың мұнараларды салғызған кезде, егер алдағы уақытта, алдағы жылда жер сілкінісі болып жатырса, бұл мұнаралар сілкініп құлайын деп жатырса, кесенеге қарай емес, басқа жаққа қарай құлау үшін әдейі сондай ойластырылып, уклонмен салынған екен. Тек қана біреу емес, төртеуі де барлығын солай әдейі архитекторлар ойластырып салған екен. Және де кейбір ақпараттарға сенсек, сол Шах-Жахан деген осы кесенені салған архитекторлардың барлығын аяусыз өлтірген екен. Көмекшісін де, архитекторларды да барлығын өлтірген екен. Себебі бұндай кесенені ешқашан және ешкім тұрғызбасын деген типте.